Қазақтың ұлттық музыкасының шыңы күй өнері. Күй арқылы көшпенді халықтың мұңы, қуанышы мен қайғысы қатар тербеліп, жүректерге жол таба білген. Қазақтың қандай күйшілерін білесіз деген сауал қойылған кезде, бірінші есімізге Құрманғазы Сағырбайұлының есімі түсер анық. Құрманғазы кім десек, күй атасы, халық композиторы. Бүгінде әр сахнамен, әр шаңырақта ойналатын Адай, Сарыарқа, Балбырауын сияқты көптеген күйлердің авторы дейміз. Ал шындығында Құрманғазы тек күйші, өнерпаз, композитор, домбырашы ғана емес, ол азаттықтың жаршысы. Ұлы даланың еркін баласы ұлтының бар жақсы қасиетін бойына сіңіріп өскен. Ол қазақ халқы тәуелсіздікке жетсе екен деп армандап кеткен тұлға. Күйлерінде сол еркіндікті аңсаудың өрелі өрнегін көреміз. Құрманғазы Сағырбайұлының табиғи таланты, қос шекті домбыраны күмбірлетіп сөйлетудегі орындау шеберлігі тыңдаған адамды таң қалдыратын дәрежеде болған. Қазақ музыка әлеміндегі құбылыс. Ол құдірет деп 1868 жылы Уральские войсковые ведомости газетінде үлкен очерк шыққан. Сол жерде Сағырбаев сирек кездесетін музыкалық жан. Егер ол еуропалық білім алғанда, музыка дүниесіндегі ең үлкен жұлдыз болар еді деген сөздер, оның талантына берілген бағаның бір бөлігі ғана. Уақыт өтсе де шығармалары өзектілігін жоғалтпаған Құрманғазы Сағырбайұлының күйлері ғасырдан ғасырға ұрпаққа берілер асыл мұрамыз. Оның рухани бай шығармашылығы қазақ халқының баға жетпес қазынасы болып қала бермек.